Орыс-Украин соғысы алдағы қараша-ноябрь айында аяқтауы мүмкін. Үміткерлік тұрғыдан қарағанда, қарашаға дейін Байден ақсақал Украинаға ең керемет сармайдай сақтаған қаруларын беріп, нәтижесінде Украин өздерінің орыс тарапынан қолды болған жерінің бәрін қайтарып алып, жеңіске жетуі мүмкін. Бұл сөзімізге дәлел, Байден ақсақал қазір биліктен айырылып қалуы бек мүмкін. Себебі осы күні кеше болған сөз сайыста Байденді қолдау рейтингісі CNN арнасының есебі бойынша 33%-ға құлдыраған, ал Трампты қолдаушылардың деңгейі 67%-ға дейін көтерілген. Баршаларыңызға белгілі, CNN әсіре солшыл демократтық бағыттағы арна, және ол Трампқа тіс тырнағымен қарсы арна. Енді осы арнаның өзі Байденді жаңа құлдырап бара жатыр деп мойындап айтқаннан ақ, бұл шындыққа сай келуі мүмкін. Әдетте бұл CNN арнасы Трампты иттің етінен жек көріп, Трамптың енді жаңа ит терісін басына қаптатып, оның бүкіл былығын әшкерлейтін бірінші арна болатын. Трамп та бұл арнаны жек көріп, өңкөй фейк хабар тарататын CNN деп, CNN-ге жаңағы оның әбден жаңағы ызасы келетін қаншама видеолар бар болатын. Енді қараңдар, Байден жеңіліп бара жатып, Украинаны тастап қоймайды. Себебі кеткен қаншама ақша, қаншама қару. Енді осының бәрін Байден кетіп бара жатып, жайден жай жаңағы соны жаңа былық күйінде, орыс қаншама жерін жаулап алған күйінде, Америка қаншама шығын тартқан күйінде тастай салуы мүмкін емес. Әрине өзі бастаған істен бір нәтиже шығарып кетуі бек мүмкін. Ол тек Байден бір адамның ғана көзқарасы емес, бұл тіпті сол Байденнің артында тұрған тұтас Американың демократтар партиясының саяси ұстануы болуы бек мүмкін. Енді бұл үміткерлік тұрғыдан алғанда. Және Америкада Байденді қолдап отырған демократтар партиясы өздерінің сайлауда ырықсыз орында, дәл қазіргі осы бірінші реткі сөз сайыста ырықсыз орынға түсіп қалған сәтсіздіктерін жаңағы жеңіске айналдыру үшін олар абсолют түрде осы Украин соғысында жеңіске жету арқылы республикашылдар, яғни барлық нәрседе тек Американың ғана мүддесі бірінші орында тұру керек. Біз шетелге немене басымызды қатырамыз. Жаңағы мен жемеген қарын боғымен піссін, орыста орыс, Украинда орыс, бірінің етін бірі жесін атаңа нәлет дейтін республикашылдардың американдық өзімшілдік көзқарасы егер жеңіске жететін болса, онда Украин үшін алғанда бұл өте үлкен апат болады. Ал енді демократтар Американың халықарадағы лидерлік рөлін сақтауға олар ұмтылады. Олардың басты мақсаты халықаралық геосаясатта Америка лидерлік рол атқару керек дейді. Олардың ойынша болғанда, егер Америка мен НАТО болмаса, онда орыс, Қытай, Иран сияқты тирандық, диктатуралық жауыз елдер бүкіл адамзатқа апат төндіреді дейді. Ал Трамптың ойынша болғанда, өндіріс Америкада болу керек, Америка шетелдің ісіне кіріспеу керек, керек десең НАТОдан да шығу керек, керек десең Біріккен Ұлттар ұйымынан да шығу керек, Америка не үшін Жапонды қорғау керек, Америка не үшін Корейді қорғау керек, Америкаға Тайванның көк тиынды құны бар ма? Неге Американың әскері Германияны қорғап, ал Германия бүкіл байлығыменен ғылым білімді өндірісті дамытады. Сондықтан Германия бізге төлеу керек, болмаса НАТОдан шығу керек. Америка тіпті Біріккен Ұлттар ұйымынан, дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымынан шығу керек, анау мынау. Бұл енді Трамптың көзқарасы. Бірақ алдағы қараша бүкіл адамзат үшін алғанда өте маңызды болғалы тұр. Бұл қазақ үшін де маңызды болғалы тұр. Біз мына зұлым Тоқаевтың билігінде, оның темір тегеурінде қаламыз ба? Жоқ, шын мәндегі азат, еркін, демократиялық қазақ мемлекетін құрып шығамыз ба? Бұл да сол Америкадағы екі шалдың сайысына байланысты.
Егер Байдендер немесе демократтар жеңіске жетсе, онда олар Путиннің көзін құртпай тынбайды. Ал Путиннің көзі құрса, Путиннің тесік құлақты құлы болған, басыбайлы құлы болған, таңбалы құлы болған Тоқаевты қазақтар қалпақпен ұрып құлатады. Ал егер Трамп билікке келетін болса, онда олар орысты сол күйі қалтырады. Орыс айналасына озбырлығын жасаған беті қала береді. Онда Тоқаев сол орыстың құлы болып, қазақтың қанын теспей сорып, өмір сүре береді. Енді жалғыз ғана жол, ешкім қазаққа бақытты қолдан орнатып бермейді. Құдайдың өзі айтады, жарату менен жаралу өзіңнен дейді. Сондықтан қазақтар өздері бір қарекет жасау керек. Саяси белсенділікке ұмтылу керек. Онсыз жақсылық жоқ.